Қайырлы күн, құрметті менің оқушыларым. Бүгінгі күні 1 сынып әліпби 88-ші сабақ Ф дыбысы мен әрпін қарастыратын боламыз. Каналымызға лайк басып тіркеле кетіңдер. Сабағымызды бастайық. Ф дыбысы қазақ әліпбиіндегі дауыссыз дыбыстардың бірі. Ф дыбысының айтылу кезінде астыңғы ерін үстіңгі тіске тиеді. Ауыздан ауа сүзіліп шығатын болады. Ал Ф дыбысы бар сөздер қандай сөздерді білеміз? Бірнеше мысал келтірдік, айтып көрейік. Фото, фонетика, физика, фариза, файл. Барлығында Ф дыбысы бар сөздер екен. Ал балалар, тапсырмаларымызға қарай назар аударайық. Балалар, сол жақ бетімізде бізде не сурет бейнеленген? Суретте Арман және Аружан атты бір сыныпта оқитын 1 сынып оқушылары көрсетілген. Олар сабақ аяқталған кезінде үй тапсырмаларын сұрау мақсатында керекті құрал қолданады. Ол керекті құралдың атауы бізде телефон екен, балалар. Телефон арқылы сабаққа қатысты білмеген сұрақтарын сұрай отырып, тапсырмаларын орындайды екен. Телефон сөзінде, балалар, Ф әріпі кездеседі екен. Ал парағымыздың оң жағына назар аударайық. Ф әріпінің бізде жазбаша түрі берілген екен. Жазбаша түрін дәптерімізге түртіп, әдемілеп жазып аламыз. Және астында Ф әріпін моншақтардан жасап көрсет дейді. Ол тапсырманы да орындайық. Ал балалар, бізге берілген келесі тапсырмаға назар аударайық. Әдеттегідей берілген сөздерімізді 2 буынға, 3 буынға бөліп оқып шығайық. Кофе, кафе, ферма, фирма, футбол және телефон. Ал балалар, астында берілген жұмбақты оқып, жауабын тауып көрейік. Оң таңбалы цифрлы, әрекеті сиқырлы. Керек санды бассаң сен, сөйлесесің достармен. Абдрахман Асылбек ағамыз жазып кетіпті. Ал кәнекей, жұмбақтың жауабы не деп ойлаймыз? Әрине, ол телефон. Телефон деп түртіп жазып қоямыз. Ал балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Жалпы бізге 2 сурет берілген. 2 суреттегі сөздерді құрастырып, қарай отыра, ортақ не байланыс бар екенін анықтау керек. Бірінші суретте бізде микрофон бейнеленген, ал екінші суретте кофе бейнеленген. Ал осы микрофон және кофе сөздерін не байланыстырып тұр екен, балалар? Қалай ойлаймыз? Әрине, ол Ф әріпі екен. Микрофон сөзінде де, кофе сөзінде де Ф әріпі кездеседі. Ал балалар, тапсырмамыздың басына қарай оралайық. Бізге деген 4 әріптен құралған сөз сәйкес болу қажет екен. Әрине, ол бізде кофе сөзі. Себебі кофе сөзі 4 әріп, 4 дыбыстан тұрады екен. 2 дауысты дыбыс және 2 дауыссыз дыбыс. Ал балалар, жарайсыңдар. Бүгінге осы сабағымыз тәмам. Келесі сабаққа дейін кездескенше сау сәлеметте болыңдар.